Достар, бүгін мен сіздерге мектепте болған оқиғамды айтып беретін боламын. Мен әдеттегідей сыныпқа келіп сабақ басталатынын күтіп отырған болатынмын. Сол кезде апай сыныпқа кіріп келді де былай деді: Балалар, мынау Дәукен есімді сыныпқа жаңадан келген оқушы, танысып қойыңыздар. Салам алейкум. Анан денесін көргенде шошып кеттім, бар ғой, біздің сыныпқа осындай танкі бала кетеді деп ойламаппын. Сосын апай оған менің қасымнан орын берді. Ал керек болса партаға сыймай қалдық қой. Кейін сабақ аяқталып бәрі үйіне кетіп қалды. Сыныпта жаңадан келген бала екеуміз ғана қалдық. Сосын мен де кетейін деп бара жатсам, жаңадан келген бала мені шап беріп ұстап алды. Ол мені ұрам екен деп зәрем қалмады. Сөйтіп ақырын бұрылып қарасам, сөйтсем: «Ей достым, сөмкеңді ұмытып бара жатсың ғой, мә ала ғой» деді. Мен қуанып кеттім. Сөйтіп ол екеуміз әрдайым сабақтан бірге қайтатын болдық. Сөйтіп жүргенде ол екеуміз жан достарға айналдық. Осы оқиғадан кейін мен адамды түр әлпетінен қарап, бағалай беруге болмайтынын түсіндім. Достар, егер сіздердің достарыңыз көп болса, лайкты аямай басамыз. Менің достарым сіздер. Ендеше лайкты барлықтарыңыз басыңыздар, және де арнаға жазылыңыздар. Чау. No